Рұқсат етсеңіз, құрметті Ерлан Жақанұлы, Мөңке би айтты ғой, ол құрамалы үйің болады, айнымалы биің болады, халыққа ешбір пайдасы жоқ, күніне бір жиын болады деді. Біз қазір мына жерде енді өңірден алып келген ойымызды айта алмасақ, ана жақта халық зар жылап отыр аға. 12 мың адам отыр Семейде, Бобровка, Мұрат деген дачаларда 2-ақ адам, Кругличенко, Рульков дегендер заңсыз қоғамдық бірлестікке айналдырып алған, күнде қанап отыр. Міне Нұртай Салихұлы екеуміз халықпен кездесуге барып тұрған күні 10 адам, анау сол бізге шағымданған 10 адам үйін жарығын қиып тастаған бар. Қорлап отыр кәдімгідей құл құсап. Осындай мәселелер бар. Ақтоғай, Қопа деген ауылдарда не су жоқ, не жарық жоқ, не жол жоқ. Ол жақтағы адамдар да отыр, ертең біз темір жол жабамыз, басқа не істейміз, біз естіп жатқан ешкім жоқ деп. Сондықтан біз естілгенін олардың сөзін осы жерде талқыланып жатқан айтқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, мен көп әріптестерімнің уақытын алмай қояйын, дайындаған мәселелерімді айтпай қояйын. Жаңағы Еділ Терекбайұлының толық мемлекеттік сатып алу туралы заңы рас бәр жерге бөгет болып жатыр. Сосын тағы бір нәрсе бар, бұл мәмс. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Адам өліп жатыр ауылдарда. Жедел жәрдем келмейді, сақтандыруың жоқ деп. Осыны бір жүйеге қойғанша, дайындап қалпына келтіріп алғанша тоқтатып та тұруды сұраймын. Өйткені бұл халыққа қатты зардабы тиіп жатыр. Сосын ең бірінші Абай облысының өтініші, құрметті әріптестер, біздің Абай облысы ядролық полигон аймағындағы тұрғындар ретінде алатын жәрдемақысы 3000 теңгенің ар жақ бер жағы. Бұл ұят қой. 3000 теңгемен біз қай жыртығын жамап береміз? Оны дардай қылып айтып отырмыз. Біз сендерге көмектесіп жатырмыз деп. Осыны мына аралдағы жүйеге әкеп, бір 15% болсын, 10% болсын қылып беріңдер деп отыр халық. Негізгі айтқым келетіні осындай еді. Көп мәселелер айтатын. Бірақ мынау қатты ушығып тұрған мәселе болғандықтан мен әдейі айтып отырмын. Ақтоғай, Қопа, сосын көптеген аудандарда халық өздері дайындап отыр бағдарламасын. Жер берсеңдер, бұлай бөгет сап берсеңдер, суармалы мынша KPI мен бағдарламасымен дайын тұр. Оны да ұсынсақ деген адамдар бар. Сондай бір жиналысқа мүмкіндік болса өңірлермен, министрліктермен. Енді барлықтарыңызға сәттілік тілеймін алдағы жұмысқа. Рахмет.